мен өзімнің әйеліме қол жұмсадым. Ол өйткені зына көбейіп кетті. Мен бір постоянно қарындасым ақ машинадagi Атабек деді ме? Атабек бала. Сонымен біреулер айтатын еді, қатын сонымен нақып жүр деп айтатын еді дегенде, сосын мен сол үшін істедім дейді. Бұл прям голосовой ма жаңағы? Голосовой. Сіз естідіңіз? Видео емес қой, Жоқ, следователь қойып естіріп берді, мен қарағаным жоқ, қарамадым. Кірет естім, мен түсіне алғаным сол болды. Одан кейін айттым оған. Жолда дұрыс сәл жоғандау ғой. Переделки жасалған емес па дедім да, интеллект емес па десем, жоқ, оригиналдан көшіріп алдым. Если хотите деп аттады да, оригиналды тартып естіріп беруге болады деді да. Естіп көресің өз телефондан деді. Бұл РОВД-ға барған кезіңізде естігеніңіз ба? Барғанда. Полиция берді ғой сізге. Тыңдатуға мына осының даусы ма деп. Следователь айтты ғой, менден сұрағаннан кейін мына досыны танисыз ба деді, естіңіз ба деді. Мен естідім, не екен деді. Одан кейін айтты. Қойып берді, мен естідім да. Қайттан соны жаңағы не естідіңіз айтыңызшы? Не естігеніңізді айтсаңыз. Мына досыны естіңіз ба деді, мына досы ойында. Естідім, не десем, қойып берді қайтадан. Қойып бергенде, ассалаумағалейкум, аңшылар деген. Мен өз әйелімді қол жұмсадым деді. Қалай жұмсағанын айтпа. Себебі деді, зина көбейіп кетті. Зина көбейіп кетті. Маған да айтты біреулер, нақыл мынау машинада қарындасым жүр деп айтты. Одан кейін мен сондай істедім дейді. Қызғаныштан бар ғой. Қызғаныштан болып жатыр ғой. Енді точный өз істегенін істеп алғанын білмеймін. Аты жөніңіз кім, ағасыз кім боласыз? Мен үшінші ағасы боламын. Мырза Рахым. Ал жаңа Атабек деген кім ол? Атабек, Мырза Рахым. Фамилияңыз? Мырқадиев. Атабек деген оларны бригада жалдап, ескеде алып барып жүрген бала екен. Ұстады, по-моему, мен өзім танымаймын оны. Жүгіреді, болуы мүмкін. Сонымен жүрді деп күдіктеніп тұр ғой. Күдіктеніп тұр. Сіз айтыңызшы, қазір сіз қатысып жатырсыз ғой неге? Тергеуге. Сот сараптамасымен таныстырды ма сізді? Сараптама деген қандай ол? Экспертизамен. Жоқ, мен сұрадым, экспертиза шықты ма результат десем, али істеп жатыр дейді, шықпады. Түсінікті, рахмет. Сот сараптамаға уақыт